Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Наполеон деген өте дәмді торттың рецебін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 зат қана қажет болады. Ең бірінші зат ол бізде қатпарлы қамыр. Мен осындай қатпарлы қамырды алдым. Менде бұның ішінде екеуі бар. Қазір мен сіздерге ашып көрсетемін. Мінекей көріп тұрғандарыңызда ішінде екеу. Ортасынан бөліп, қазір рецепт жасайтын боламыз. Мінекей достар, мен 2 бөлікке бөліп алдым. Енді біз оны противенға саламыз. Ең бірінші противенімізға сары майымызды жағып аламыз. Енді 250 градуста 10 минут пісіреміз. Қамырымыз пісіп жатқан кезде енді креммен айналысамыз. Осындай 33% сливки алуға кеңес беремін. Егер де бұдан аз алатын болсаңыздар, сізде сливки көпірмей қалады. Бұл жерде жарты литр. Міндетті түрде салқын сливки болу керек. Енді ыдысымызға құямыз. Енді сливкиді сәл көпіргенше араластыра тұрамыз. Одан кейін қант тұндағын қосамыз. Мінекей сәл көпіре бастаған кезде қант тұндағын қосамыз. Жақсылап көпіргенше араластырамыз. Бұл примерно 5 минуттай болады. Мінекей достар, мен жақсылап араластырып алдым. Кремнің дайын екенін қайдан білеміз десеңіздер, үстінде крем формасын жақсы ұстайды. Енді бұл қолданысқа дайын. Мінекей мен екеуін де пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр осында қат-қабат болып піседі. Енді осындай бөліктерге бөлеміз. Арасын ашамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Қытырлақ бөліктерін мен бетіне жан-жағына себу үшін алып қалдым. Енді кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Мінекей кремді жағып дайындап алдық. Енді қалған қытырлақ шеттерінен бетіне себетін посыпканы жасаймыз. Енді үстіне бағана жасаған посыпканы себеміз. Сонымен достар, осымен біздің тортымыз да дайын. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Енді 2-3 сағатқа кремін сіңдіріп қою керек. Түнімен қойып қойғандарыңыз ең дұрысы болады. 3 заттан осындай өте дәмді торт шығады деп ойламайсыздар. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, лайк басып мені арнама тіркеліп, қоңырау басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше астан болсын, сау болыңыздар.